Өзіңіз қалайсыз? Сегізінші жылдан енді бұлай жаман емес деп есептеймін, өйткені Дәрігерлер келіп тұр ғой? Дәрігерлер қазір осы кешеден бері келіп бақылап жатыр. Қағазды. Енді осы шарадан жаңағы қоғамнан, биліктен реакциясы қалай? Ешқандай хабар? Биліктен реакция жоқ, және болмайды, мен білемін. Енді бұл доктрина емес. Орыс тілден оқыш? Назарбаев кет. Орын бөлек. Қоғамнан да, қоғам дейтініміз егер жалған зиялылар болса, олардан да реакция жоқ. Жалған ұлтшылдар болса, олардан да реакция жоқ. Жалған оппозициядан, екібастан мульти сутилар бар. Жармахан, Шахан, олардан да реакция жоқ ешқандай. Болмайды да, өйткені олардың жоспарында жоқ нәрсе ғой бұл. Жалпы өзі қызық. 2002 жылы, 3 жылы. 2003 жылы жер кодексінің қабылдануына байланысты Назарбаев қол қойды ғой. Сонда мен өздерің білесіңдер, Ақтөбеде облыстық басқарманың бастығы болып отырған қызметтен бас тартып, сосын парасат орденімен медальдан бас тартып кеттім ғой. Сонда жаңағы айтқан әлгі нелер қозғалған. Жалғандардың. Сосын 2005 жылы Назарбаевтың жаңағы тікелей эфирден қазақта шекарада мемлекетте болмаған деген үшін мемлекеттік опас ұқсаттым деп сотқа бергенінде онда да бір жалғандар қозғалған. Бұл жолы да Назарбаев деп шыққан кезде жалғандар тым-тырыс. Өндеріне кіріп алып, бұғып, жасырынып жатыр. Сондықтан белгілі, егер анандай доктрина деген жаңағыдай бос түк бітірмейтін қағаз жөнінде дау-дамай болса, оның басында өйтіп шақанып жүрсе, онда барлығы қол да қояды, қосылады да, қолдайды да, өйткені қауіп жоқ. Одан қауіп жоқ. Одан саяси арзан ұпай жинау оңай. Ал енді Назарбаевқа қалай тіреледі, солай жым-жырт. Жым болады бәрі. Былайғы жұрт келіп жатыр, қарттар келіп жатыр, қарапайым халық келіп жатыр. Өздерінің жанашырлығын тілегін білдіріп сөйтіп жатырған кезде олардың ол азаттықта шықты, капусте шықты, олардың бәрі қарап отыр. Анау неде шықты, Стан ТВ, мына республикада шықты, тағы басқа газеттерде шықты, шығу аз емес, оны білмеу мүмкін емес. Сондықтан ол жөнінде әңгіме жоқ. Әңгіме тек қана олардың жалғандығында, 200 білгенде. Олардың әлгіндей жалған күреске, тырнақшадағы дайын тұратында, шын күресте оқып қалатынды. Біздің ең негізгі қиындығымыз, қасіретіміз де болады осында. Содан ұтылып келе жатырмыз, содан бәрінен айырылып келе жатырмыз. Содан осы қазірге дейін мынау бізге тәуелсіздіктен айырылу қаупі төніп тұр. Басқасын айтпаған. Дүние мүлкіміз талан-тараж, шетелдік алпауыттар, солармен қосып Назарбаев қазір тонап отыр. Қазір Кулебаев жөніндегі материалдар, солардың барлығы енді айқын нәрсе бар. Анау кімнің Әлияның жасаған кіші қызы. Білесіңдер ғой. Туған күнін 30 жаста қыз 5 миллион доллар өткізеді. Динарасы ортаншы қызы Швейцариядан 75 миллионға сарай сатып алған. Тимур Кулебаев Лондонда бірнеше сондай сарайы бар екен, пәленбай ондаған миллион доллар. Қытаймен келісім жасап, одан жүздеген миллион доллар қарпиды. Осының барлығы енді адам сөз жағдайларымыз бәрі халыққа тонап жатқан жағдай. Ол Назарбаевтың өзіне айтпаған. Оның қазақ кейті бар, осын Заманбек не үшін айтты?
$80 миллиард айлығы бар деген мағлұматты жариялап шыққан қарсы. Сол деректі айтқан үшін. Иә. Алтынбек Сәрсенбаевтың өшіне дейді. Оған қарсы тікелейшілік, әшкерелік халыққа қарсы көмек үшін. Алтынбек барлығы да сол айқын нәрсе. Одан әрі төзу деген сөзімізді өзіміз ол халық ретінде сыйламау деген сөз. Атты беліндей қырғыз. Халық екен, ел екен көрсетіп, осындай билікке төзбей, бұдан әлде қайда әлсіз. Олардың қылмыстар бұдан әлде қайда төмен, аз. Соған төзбей, олардың отбасылық билеуіне төзбей, жаңағы анау сыбайлас жемқорлығына төзбей, тағы басқасына төзбей, екеуін төңкеріп тастады. Ал біз 20 жыл бойы отырмыз. Осында бір нәрсенің шегі бар емес пе? Менің өзімнің шыдамның шегі таусыз. Таусыз менің шыдамым, өз басым. Міне мына жігіттерде сол 7 жігіт қазір. Олар да тап солай. Олар ешкім зорлаған жоқ. Әрқайсысы өзінің сол жүрек қалауымен, жан айқайымен сол шыдамым таусылды, бұған әрмен төзбеймін, бұған көнбеймін деп шығып отыр. Осы жерде жасағанымызда мысалы сіздің осы іс-шараға барғаныңызды өзіңіздің отбасыңыз, туысқандарыңыз, ауылдастарыңыз, енді жерлестеріңіз осыны қолдау білдіріп жатыр ма? Неге білдірмейсің? Әрине. Олар енді баяғыдан мені қолдап келе жатқан адамдар. Әлгіндей әрекеттердің барлығында мені қолдап келе жатыр. Менің бір бәлкім артықшылығым сол шығар.